Жол жөнекей әлдебір фармацевтік қоймадан дәрі-дәрмек алмақ болып айналып қалған Баяхмет тізгін ұшымен вокзалға жеткенде Алматы-Семей пойызының жүруіне санаулы ғана минуттар қалып еді. Алаң толы құжынаған халық, кешіккен жолаушылар вагонға кіруге жанталасса, енді біреулер жүргіншілерге жеміс жидегін, шөлмектегі сусындарын, тіске басар тамақтарын тықпалап әуре, айнала айғай шу, бірін-бірі іздеген дауыстар. Баяхмет 7-ші вагонды зорға тауып, билетте көрсетілген 15-ші орынға жайғасты да, өзін аттандыра келген баласы Саятпен асығыс қоштаса бастады. Ал балам, енді бөгелме, пойыз қозғалып кетсе үлгермей қалып жүрерсің, деді түр-тұлғасы өзінен айнымайтын сұңғақ бойлы аққұба бозбаланы құшағына тартып. Үлгермесем бірінші Алматыдан түспеймін бе, деді жас жігіт, әке қасында әлі де қала тұрғысы келіп. Қой, артық жүрістің керегіне, айтар тілегім пәле жаладан аулақ жүр. Көрдің ғой, бұл заманда адамға сенудің қиын екенін. Санатбек пен келімге сәлем айт. Маған енді алаңдама көке, маңдайымызға тиді ғой, енді ешкімге жем бола қоймаспыз. Саят кінәлі адамдай қипақтап, көзін төмен түсірді. Сөйт балам, қызметіңе мұқият бол. Саят Баяхметтің кенжесі, көңілі құрғыр қоңылтақтап тұрса да, зейіл әке сыр алдырмай, баласын есік көзіне дейін ұзатып салды. Айтқанындай ақ көп күттірмей пойыз да орнынан қозғалып кетті. Бейне көшенің бір қапталы жылжып бара жатқандай, жылжыған бұлар емес, қарсыдағы ғимараттар, құжынаған халық сейіліпті. Әр тұстан қош-қош айтып, қол сермеген жұрт. Саят та кете қоймаған екен. Терезеге төнген әкесіне бірдеңелерді айтып, жанаса жүріп келеді. Баяхмет есік терезесі жарқыраған тәуір вагонға тап келіпті. Тек бір таңғалғаны купеде өзінен басқа адам жоқ. Жүргіншілер қайшыласып жатқан мынандай жаз мезгілінде орынның бос болуы мүмкін бе? Кеше Санатбек бар беделін салып жүріп бір билетті броньмен әрең алған. Әлде мұның серіктестері бірінші Алматыда күтіп тұр ма екен? Жолаушылар пойызы екі вокзалдың арасында тым ағындап кетпей, баяу жылжып келеді. Жол бойы қалың орман, бетон қабырғалы қойма складтар, ара-тұра тал телектер арасынан ақшаңқан үйлер қылаң береді. Құда онда бәрі көңілге байланысты екен ғой. Осыдан 15 күн бұрын осы жолмен қалаға кіргенде мына көріністер сұрқы қашқан қиқы-жиқы тым жүдеу күйде шалынып еді. Енді қараса, соның бәрін өңденіп құлпырып кетіпті. Онда Баяхметтің көңілі күптеді. Биыл оқу бітірген кенжесі Саят істі боп жатыр дегенді естіп, жанын қойырға жер таппай келе жатқан. Енді міне, бәле жылы артта қалып, шошыған жүрек орнына түсті. Саяты ағарып, бостандыққа шықты. Құдайдың мұнысына да мыңда бір тәубе. Пойыз бірінші вокзалға келіп тоқтаған. Осында 15 минуттай аялдады. Баяхмет перронға шығып темекі тұтатты. Манағы көрген ештеңе емес, жолаушылардың нағыз нөпірі осында екен. Көпшілігі сауда-саттық жасайтын әйелдер, олардың жүктерін тасып, мал тауып жүрген жүкшілер. Жұмыссыз қалған жігіттерге бұл да бір нәпақа болса керек. Ауыр тендермен теңкиген алабажақ қаптарды иықтарына салған жүкшілер бірінен бірі өзіп жанталасып жүр. Анандай ауыр жүкпен ішке кіру де оңай болмас. Негізінен саудагерлерге арналған артқы вагондардың маңы айғай-шу, опыр-топыр. Баяхмет темекісін тартып болып, ішке кіргені сол еді. Алабажақ қап көтерген жүкшілердің бір-екеуі мұның купесіне де келіп жаттау. Әлгілер иықтарын артқан зілмауыр жүкті үстіңгі полкаға шығара салып, іле-шала сондай қаптың тағы екішеуін көтеріп келді. Аузы үзбелі, түйенің беліндей 4-5 қап, үстіңгі екі сөреге зорға сыйды. Баяхмет бұл sıra жүк тиейтін купе болды ғой деп таңданып отырған. Дәл осы кезде қолында зілдей сумкасы бар әйел кірді ішке. Жасы 40-қа іліне қоймаған, орта бойлы, қолаң шашын дөңгелете қиған аққұба келіншек. Өзі мына пойызға кеп машақатпен зорға жетсе керек, ақша жүзі албырап, танау қатып алқынып тұр. Жүк иесі осы әйел сияқты, самайларынан 6 айрық тер аққан жүкшілер бірдеме дәметкендей соның бетіне жалтақтап қарай береді. Олардың не күтіп тұрғанын әйелде түсінді. Білем, топ-толық омырауының қобыланып біткен тұсынан екі саусағын жүгіртті де жігіттерге 100 теңгеден ақша ұстатты. Мынауыңыз аз ғой апай, деді жүкшілердің бірі өкпелеген балаша бұртиып. Өздері бұрыннан таныс па қалай? Әйел өзімсінген үнмен, жүгірмектер ай, сендерге де қанағат болса шыма бөліп алыңдар деп тағы 100 теңге қосты.
Рахмет апай, енді қашан келесіз? Айдың аяғына таман күтіңдер. Жігіттер қоштасып шығып кетті. Бос орынға ух деп тізе бүккен әйел қарсы бетте отырған Баяхметті енді байқады. Көтек іштек кісі бар екен ғой деп сасып қалып, кешіріңіз, қарбаласта байқамай қалыппын. Қасымдағы екінші адам кім болар екен деп қобалжып келіп едім, жақсы болды ғой. Несі жақсы? Баяхмет салқын жымиды. Сізге серік болғанымды айтам да, бұлай сенімді кісі көрінесіз. Сенімді екенімді қайдан білдіңіз? Қойыңыз, жаға кісіні қорқытпай. Оқыған инабатты адам екеніңіз түріңізден көрініп тұр ғой. Келіншек соны айтып сықылықтап күлді. Күлгенде қарақат көздерінен ұшқын шашып, екі бетінің ұшы шұқырайып, тіпті сүйкімді болып кетеді екен. Көп күлетіні де содан болса керек. Танысып қоялық, менің атым Биғаным деп қолын ұсынды. Алақаны ұлпадай, саусақтары нәзік екен. Менің ныспым Баяхмет. Қайда бара жатырсыз аға? Семейге. Онда үй жолдас екенбіз. Мен сізден 2 сағат бері шардан түсемін. Қаланың өзінде тұрасыз ба? Қаланың қасы Жаңа Семей ауданында, деді Баяхмет. Осынша жүкті қалай алып келесің, қарындасым-ау? Қайтеміз, күнкөрістің қамы, саудадан басқа кәсіп қалды ма қазір? Өстіп базардан базарға шапқылап жүргеніміз. Ініміздің жаны тыныш екен. Сізді жүгіртіп қойып жатқаны қалай? Бір сәт әйелдің жүзі нарау тартып, бір мұңды көлеңке жүгіріп өтті. Сол ініңіз болмай тұр ғой аға, ол тірі болса мұндай күйге түсер ме едім. Күйеуімді осыдан 3 жыл бұрын біреулер пышақ салып өлтіріп кеткен. Кешір айналайын. Баяхмет ыңғайсызданып қалды. Білмеген уыш еді. Сіз сияқты сұлу келіншек сыңар болмас деп ой ғой менікі. Бұл кезде пойыз орнынан қозғалып та кеткен. Бір мезетте билеттерді тексеруге жолсерік жігіт кірді. Бәрі заңды. Биғаным басқа көпшілік қолды вагоннан орын таппаған соң купелі вагонын 3 орындық бірақ сатып алыпты. Қазір уақыт дегенің ақша. Мұнда босқа қамалғанша бір күнде болса ертерек жетіп алған жақсы. Көршісі өз жайын осылай түсіндірді де, бауырым, бүгін мен әбден шаршап өлейін деп келдім. Бізге тезірек төсеніш әкеліп берші, деді жолсерік жігітке. Көрші әйел алаңсыз киім ауыстырып жайғасып алсын деген оймен Баяхмет тамбурға шығып кеткен. Сол жақта асықпай темекі тартып, біраздан соң қайтып оралса, Биғаным төсегін салып жатып қалыпты. Үстіне ақжайма жамылып, бетін ірге жаққа бұрып, бір қырынан жатыр. Жамылғының сыртынан үзілген белі, томпиған толық бөксесі абанық білінеді. Ең ғажабы, мұның да төсегін жайып реттеп қойыпты. Ыңғайсыз болды, деді Баяхмет төсеніштің тиын төлемеген есіне түсіп. Адамның іші бауырына еніп тұратын неткен жан өзі. Осындай бір қылап әйелдер болады-ау. Ақылына көркі сай. Сағатына қарап еді, 4-ке жақындап қалған екен. Түске дейін дәрі-дәрмек іздеймін деп біраз сандалған Баяхметтің де қара саны үзіліп тұрған. Тықырым білдірмей шешінді де бұл да төсегіне қисая кетті. Бұл кезде 10 неше вагон тіркелген ауыр состав қаладан шығып Қапшағайға қарай өндірте зулап келе жатқан. Жылдамдық пен кеңістік өзара егеске түскендей уақыттың мәңгі бітпес жырына басыпты. Доңғалақ үні кейде бәсеңсіп, құмығып шалынса, енді бірде ауа қабатын дар-дар айырып, өршеленіп үдеп кетеді. Тарсыл-гүрсіл, апыл-ғұпыл. Кейде бұл дыбыстар Баяхметтің құлағына апыл-тапыл дүние тапыл тәрізденіп естіледі. Осылайша пойыздың бір келгір ғағымен тербетіліп жатып ұйықтап кетіпті. Арада қанша уақыт өткені белгісіз, бір мезгілде көзін ашып алса, айналасы самаладай жап-жарық. Көкжиекке еңкейген күн сәулесі терезеден тура түсіп, купенің іші шұғылаға малынып тұрып. Сағат 6:30, 2 сағаттан астам ұйықтағаны ғой сонда. Тұла бойы сергіп, тыңайып қалыпты. Басын көтеріп қасындағы көршісіне қараған. Биғаным әлде тәтті ұйқының құшағында. Үстіне жамылған ақжайма аяқ жағына сырғып түсіп кетіпті. Жібек шілтерлі көгілдір іш көйлектің де етегі мықынға таман түріліп қалған. Арғы оң жақ тізесін бүккен қалпында әппақ сандары жарқырап, шалқасынан керіліп жатыр. Балтырлары балғын, әлі түп-түзу екен. Дәл қасында бөтен еркектің сұғын қадап отырғанын қайдан білсін. Тостағандай топ-толық омырауы көтеріліп басылып, бейғам тыныстайды. Баяхметтің танауына бір жағымды иіс соғып өтті. Естен шығып бара жатқан таныс иіс, жас әйелдің иісі. Сол-ақ екен, денесі бір ысып, бір суып, жүрегі де атқақтап қатты соғып кетті. Тұла бойынан бір қабындаған қайратты сезінді. Мына ұрлығы сақалды басына жараспас та, жанарын тайдырған жоқ.
Бірталайдан бері жас әйелдің сұлу тәніне көз суарған осы еді. Өзінен сәл ғана кіші бәйбішесінің сыны да, сыры да кетіп болған. Оны аужал тұтпай, бертінге дейін еразығын жолдан тауып жүруші еді. Кейінгі кезде әйел көзінің құрты дерлік әдемі жігіт болатын. Оның үстіне өзі білдей бір емхананың бас дәрігері. Ал емдеу мекемелерінде ұрғашы жұрты жыртылып айырылады. Әйелдерден амал артылған ба, орайлы оңаша сәтті өздері табушы еді-ау. Ал дені сау, күш-қуаты мығым Баяхмет өздері ыңғай білдірген қыз-келіншектердің көңілін жыққан емес. Әйелдің меселін қайтару жігіттікке жатпайды деп есептейтін. Бірақ одан бері біраз жылдар өтті. Таздан тарақ қалғалы қашан. Енді міне 60-тан асып пайғамбар жасына таянғанда баяғы жынының қайта қозғаны несі? Осы сапар бұған бір сын болмаса не қылсын? Өзі әбден шаршаған екен деді. Әлі де тұяқ серіппей ұйықтап жатқан әйелді көзімен тағы бір шолып. Қайтсын байғұс, базарда табанынан таусылып, мына қаптарды тауарға толтыру оңай дейсің бе? Бүгін бір алаңсыз ұйықтасыншы. Сол оймен орамал сабынын тіс жуғышын алып, тықырын білдірмей дәлізге шығып кеткен. Бұл асықпай жуынып шайынып қайта оралғанда биғаным әлі тұрмапты. Есіктің сырт етіп жабылған дыбысынан оянды. Басында қайда жатқанын түсіне алмай төңірегіне таңырқай қарады да кенет өзінің ашық-шашық қалғанын аңғарып аяқ жағындағы ақжаймаға жармасты. Кешіріңіз аға, күн қапырық болған соң жеңіл-желпі жата кетіп едім, деді өңі өрттей алаулап. Уақасы жоқ, мен дәрігермін ғой. Дәрігерге ештеңе таңсық емес. Баяхмет теріс айналып мән бермеген сыңай танытты. Сілем қатып шаршағандікі ғой. Өлген адамша қатып қалыппын. Сағат қанша болды ата? 7-ге 5 минут қалды. Масқара, ұйқының сазайын берген екенбіз. Өзіңіз дем алдыңыз ба ата? Мен де біраз көз шырымын алдым. Сонан соң сіздің ұйқыңызды күзетіп отырдым. Ұят-ай, сіздің алдыңызда ашық-шашық, естіген құлақта, көрген көзде жазық жоқ. Егер мен суретші болсам ұйқыда қару деген полотно салар едім. Қойыңызшы ата, шынымен ақ қарап отырдыңыз ба? Биғаным сүйкімін арттыра сыңғырлай күлді. Ендеше сол айыбым үшін сізге шай демдеп берейін. Дәл осы мезетте пойыз Сарыөзекке келіп тоқтаған. Бұлардың вагоны жол жиегінде үйіріліп жатқан қауын қарбыздың тұсына дәл келіпті. Далаға беттеген Баяхмет әлден уақытта хош иіс аңқыған 2 шілге қауын көтеріп қайтты. Ішке кірсе биғаным дастархан жасап, үстел үстін жайнатып қойыпты. Піскен жұмыртқа, қақталған тауық, помидор, қияр дейсің бе, тізіліп тұр. Соның арасынша бір шаугім шай да келіп қалды. Мынау менің базардан асығы сала салған жол азығым ғой. Дәм ала отырыңыз аға, деді биғаным 2 кесеге шай құйып жатып. Мана үйден аттанарда Санатбектің келіншегі жолда жеңіз де бір пакетке оны-мұны салып жатқан сияқты еді. Баяхмет те соған қол созды. Қойдың ойынды еті, кесілмеген ортан жілігімен, бір жақ сүбесі, семіз белдемесі, көкөніс, жеміс жидек. Ең соңында қолы қаттылау бір нәрсеге тиіп еді. Газетке оралған бір шөлмек Қазақстан коньяк екен. Әй, менің осы келінімді жөн біледі, деп Баяхмет дауыстап жіберді. Мынасы жол қысқартқанға жақсы болды ғой. Бұлар әртүрлі дәмнен ала отырып тез шүйіркелесіп кетті. Биғаным жол жүруге ысылған ашық әйел екен. Коньякты қалыспай ішіп, әңгіменің де отын маздатып отыр. Күйеуі өлгелі бір әулетте бас көтерер адам өзі екен. Қолында ата-енесі, 3 баласы бар. Балалардың алды студент, арты мектепте. Кезінде сауда техникумын бітірген. Біраз жыл райпода бухгалтер болған. Қазір ол кеңселер таратылды. Енді жеке саудамен күн көрмеске амал жоқ. Ата-енесін алма-кезек дүкенге отырғызып, өзі осылай үлкен қалалардан тауар тасымалдап жүргені. Таяу отырып дәм бөліскендіктен бе, әлде басқа бір себебі бар ма? Араларында көзге көрінбейтін бір жіптің байланғаны анық. Осыны айқын аңғарған Баяхмет баяғы батылдығын қайта тапты. Әлі жап-жассын, күш қайраты тиетін бір еркекке қол артуға болмады ма, деді әйел затына бірден үстемдік жүргізе бастайтын әдетімен. Қайдағы жап-жас, 40-қа келгенде соңында тіркемесі бар, біз сияқтыларды кім алады? Биғаным мұңая тіл қатты. Бұл күнде отбасына сүйеу болатын жөні түзу еркек қалды ма? Тепсе темір үзетін не бір жігіттер әйелдеріне масыл боп, үйінде жұмыссыз отыр. Бұл да бір өтпелі кезең шығар. Заман бұл қалыпта тұрмас, деді Баяхмет жылдам сырғып қалып жатқан боз жусанды далаға терезеден көз жіберіп. Өзіңіз жай қыдырып жүрсіз бе аға? Жоға, қыдырыс қалды ғой қазір. Балалардың тауқыметі де баяғы.
Кенже ұлым биыл ғана оқу бітіріп еді. Сол бала аяқ астынан сотталып кете жаздағаны қалайша, қалай деріңіз бар ма? Біздің ұл бір қызбен танысып жүріп, түбі өзіне серік болмасын білген соң бойын аулақ салған ғой. Бірақ қыз